13 жыл бойы балалы бола алмаған ана. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Мен 22 жасымда өте ауқатты, беделді кісілердің отбасына келін болып түстім. Жарым ақылды, үлкенді құрметтеп, кішіге ізет таныта білетін сөзінде тұратын ер азамат. Екеуміздің арамыз 5 жыл. 2 әпкесі және 1 қарындасы бар. Біз отбасын құрғанда әпкелері тұрмыста, ал қарындасы 17 жастағы бойжеткен болатын. Кішкентай қарындасы менің ісіме араласа беретін, үйді жинап қойсам шашып тастайтын, ыдыстың барлығын пайдаланып, ыдыс жуатын жерге тастап кететін үйдің ерке тұтайы болатын. Жас келін болсам да оған ашуланбайтынмын. Себебі өзімнің де жалғыз сіңілім бар, ол да өз үйіміздің еркесі. Сондықтан да қайын сіңілімді өз сіңілімдей көріп, әрбір ісіне көмектесіп жүрдім. Алайда мен оған сонда да жаға қоймадым. Ананы былай, мынаны былай деп айтып жіберсем, барып жұмысыңды істейші, маған ақыл айтпай деп көңілімді қайтаратын. Жолдасымның ата-анасы алтын адамдар, әсіресе енем. Қыздары тұрмақ, күйеуім екеуміздің арамызға түсіп, өз балаларының сөзін сөйлеп мені шеттетпейді. Ал қайын атам болса, үйдегі майда шүйде тірлікпен, енем мен келін, ол мен қыз арасындағы жайттарға аса мән бере бермейтін жан. Өзі жақсы жерде жұмыс жасайды. Енемнің бар сұрағанын тауып беріп отырған кісі. Өзгеде шаруасы жоқ. Тұрмыс құрғаннан кейін біраз жыл бойына бала көтере алмадым. Ата-енем, жолдасым жақсы болғандықтан болар, қайын сіңілімнің тентек еркелігіне күле қарап, 2-3 жылға дейін бала көтере алмағаныма да онша мән бермей жүрдім. Тек уақыт өте келе жолдасымның сөздері мен айналамдағылардың кейбір көзқарастары мені қатты ойландыра бастады. Күйеуім де дос жарандардың, ағайын туыстарының сәбилерін көрген сайын, біздің қашан кішкентай періштеміз болады деп көп сұрайтын болды. Мен Алла қаласа болады ғой деп күлімсірейтінмін. Күліп тұрсам да жүрегім алай-дүлей болып ішім жылап кететін. Енем күйеуім екеумізді қаншама дәрігерге көрсетті. Тек барлық дәрігерлердің айтатыны бір сөз, күйеуімде де менде де барлығы дұрыс. Ешқандай ауру сырқау, ауытқушылық жоқ, барлығы жақсы. Тек сабырмен күтіңіздер деп кеңес береді. Сонда да сабырлықтан аттап, үмітімізді 2 еселей жақсы деп естіген білікті дәрігерлер мен тәуіп емшілерді аралауды тоқтатпадық. Емделіп жүргенде шамалы жүрегім айнай қалса, басым айналса жүгіріп тест алып қарайтынмын. Бірақ нәтиже жоқ. Бәрі таза шығатын. Дәрігерлердің бергенінен басқа ешқандай дәрі-дәрмек қабылдамадық. Емшілердің де тек батасын алғанымыз болмаса, артық ештеңесін жасамадық. Тек күні-түні бір Аллаға сыйынумен жүремін. Осылай зымыраған уақыт өте берді. Уақыт өткен сайын уайым мен ұйқысыз жылаумен өткізетін таңдар да жиілей түсті. Жасым 29-ға келгенде, өзге қаладағы мақтаулы аурухананың білікті деген дәрігерінің қабылдауында болдым. Кейінгі жылдары дәрігерге менімен бірге енем де, жолдасым да бармайтын болған. Жылы жүзді дәрігер, сізге шамалы суық тиген. Салқындап қалғансыз. Біраз емделіңіз, өзіңізді күтіңіз, бәрі жақсы болады, деп көп уколдар жазып берді. Бір аптадан соң қайта келіп сараптама жасатуымды өтінді. Дәрігердің жылы сөздері сөніп бара жатқан үмітіме дем бергендей болды. Көңілді күймен үйге келсем, енем мен күйеуім күтіп отыр екен. Дәрігердің сөзін естіп екеуі де қуанып қалды. Тек әлі тұрмысқа шыға қоймаған кіші қайын сіңілім ғана
Соған сеніп жүрген сен де ақымақ. Ағамды ұрпақсыз қалдырмасаң болғаны, деп күңк ете қалды. Бұл сөз үшін ерке қызға ренжімедім де. Себебі салқындап қалғансыз деп берген дәрігердің уколдарынан кейін өзімді бірден бала көтеретіндей сезіндім. Алдағы күндер мен үмітіме сендім. Айтылған бір аптадан соң барып қан тапсырдым. Және жасат деген бірнеше сараптамалардан өттім. Нәтижесі 10 шақты күнде дайын болады деді. Осылай тағы 20 шақты күн сараптама қорытындысына дейін қуанышты, ерекше бақытты болып өте шықты. Үйдің ішінің де ажары кіріп, тап бір менің құрсағыма сәби біткендей шаттыққа бөлендік. Тек бұл дауыл алдындағы тыныштық екен. Сараптама қорытындысын естуге барған күні мені тексермеді. Бірақ бірден қан тапсыруымды өтінді. Бұл жақсылықтың нышаны деп, өзімді болмашы нәрсемен алдандырып отырмын. Бір кезде дәрігер сараптаманың дайын болғанын, бірақ кабинетіне жалғыз кіруімді, тағы 1-2 тексеріс болатынын айтты. Енемді сыртқа қалдырып, кабинетіне кірдім. Алайда дәрігер маған ешқандай тексерістің болмайтынын, тек сабырлы болуымды өтінді. Және бірден енді ана бола алмайтынымды айтты. Мен өң мен түстің арасында тұрғандаймын. Себебі осы уақытқа дейін осыншама жылдар тексерістен өткізген дәрігердің барлығы да бәрі жақсы, тек күтіңіз демеп педі. Бұл қалай? Енді не болады? Деген сансыз сұрақтар мен өмірге деген өкпем миымды бір-ақ сәтте ақ шарпып өтті. Қатты есеңгіреп қалсам керек, дәрігер бірден қолыма дәрі екті. Біртіндеп өзіме келе бастадым. Дәрігерге неге деген сұрақ қойдым. Түсінгенім, менің жатырым ұрық қабылдамайды. Дәрігердің айтқан тілінен өз тіліме аударып түсінгенім осы болды. Сыртқа шыққанда менің түрімді көрген енем жағдайды бірден түсінді. Балалы бола алмайтынымды енеме айтып әбден жыладым. Үйге құр сүлдерім келді. Жолдасыма да үйдегілерге де болған жайтты айта алмадым. Жұмыстан келіп, нәтижесі қалай болды деп оңашада сұраған жолдасымның сұрағына жылап жібердім. Менімен қосылып ол да жылады. Ер азаматтың жылағанын бірінші рет көрген басым, не істерімді де білмей қалдым. Алла, бізді неге сынай бересің? Қашан өзіміздің бөпеміз болады? Қашан өз баламды құшақтап, еркелетіп отырамын? Менің де сәбилі болғым келеді. Әке болғым келеді. Деп жылағанын естіп, тіпті өзімді қоярға жер таппай қалдым. Жүрегім ауырды. Қысылып қалдым. Үйдің іші көңілсіз. Бәрі менің көңіліме қарауда. Бірақ ешкімнің көңілі мені селт еткізбеді. Тіпті анамның саған ешкім еш нәрсе деп жатқан жоқ. Өмір мұнымен бітпейді. Өз-өзіңді қолға ал, жалғыз сен емес бұлай жүрген, деген ұрысын да елемедім. Оның арасында қайын сіңілімнің сөздері де өңменімнен өтіп барады. Жалғыз ғана ағам бар еді, оның өзі бала сүйген жоқ, деп маған тиісіп кетеді. Содан бір шешімге келдім де жолдасыма. Бір үйдің жалғыз баласына перзент сыйлау қолымнан келмеді. Ажырасайық, деп ұсыныс тастадым. Ол ашуланып, ажырасу ең үлкен ауыр күнә, деп ұрсып, мені жұбатты. Үмітімді үзбеймін. 50-ге келіп, бір қыз не бір бала тусаң да ырзамын, деп айтты. Содан кейін өзіме шамалы келгендей болдым. Арада тағы біраз уақыттар сынап тайсырғып өте шықты. Тентек ерке қайын сіңілімді де тұрмысқа бердік. Отбасын құрып, өзінің де қайын сіңілдері болған соң, үйге келгенде, үйде жүргенде айтқан сөздері үшін кешірім сұрап,
Енді сол кездегі қылықтарына өкінетіндігін айтып, ренішімді басатын. Мен оған мүлде ренжімегенімді, туған сіңілімдей жақсы көретінімді айтамын. Осылай арамыз жақын тартып, жақсарып кетті. Өзінің бір қыз, бір баласы бар. Бір күні ертемен бір түрлі боп ояндым да, төркін жаққа барып келуге сұрандым. Жолдан өтіп, енді шетке шығайын дегенімде, денеме қатты заттың тигенін сездім де талып қалдым. Көзімді ашсам енем, қайын әпке, сіңілдерім, атам, күйеуім, төркінім қасымда тұр екен. Бетіме қарап, барлығы күліп тұр. Менің жол апатына ұшырағаныма қуанып тұрма деп ойладым. Қалың қалай? Жақсысың ба? Ішің ауырып тұрған жоқ па? Деп сұрап қояды. Жоқ, еш жерім ауырмайды. Тек басым ауырып, жүрегім айнып тұр дедім. Олар тырқылдап күледі. Менің сөйлеуге әлім жоқ. Мамам, білдің ғой, иә деп сұрады. Мен нені десем, кішкентай періштенің анасы болатыныңды деген кезде не күлерімді, не жыларымды білмедім. Тіпті сенбедім. Үйге жіберді. Таңертең тұрып тест қарадым. Шынымен де аяғым ауырлапты. Күйеуім асты үстіме түсіп, жұмыстан асығып келіп, баласымен сөйлесетін әдет тапты. Енем біраз жасқа келсе де ауыр жұмыс істеткізбей, жағдайымды ойлап, барлығын қадағалап жүреді. 9 ай тез өтсе екен деп тіледік. Аллаға сансыз рахмет айттым. Айтып қана қоймай, баламның тура жолмен жүргенін, аман сау туылғанын тіледім. 35 жасқа келіп, ана боламын деген үш ұйықтасам да ойыма келмепті. Ақыры, ол бала босандым. Өз әкесінен аумайды. Есімін енем мен атам қойды. Ақберен деп. Өзі әппақ. 7 айдан кейін тағы көтеріп қойып, ол босандым. Оның есімін күйеуім екеуміз қойдық. 2 балаға бірде қарап, үлгер алмай бүкіл туысқандарымыз біздің үйден шықпай жүрді. Балалы үй базар, баласыз үй мазар деген осы екен-ау деп шүкірлік етіп қоям. 38 жасымда қыз тудым. Есімін енем қойды. Алтын енемнен аумайды. 13 жыл қиналған, әрбір жылаған күндер, түндер, ай, жылдарым жақсылықпен қайтып келді деп түсіндім. Балаларымыз өздерінің тәп-тәтті, сүйкімді қылықтарымен бізді күлдіртіп отырады. 42 жасымда шекесі торсықтай, 4 келі ұл баланы дүниеге алып келдім. Алдыңғы балаларым 2,5 келіден аспаған. Қартайған шағымда тағы бір баланы дүниеге алып келемін деп ойламадым да. Осы 4 баланың өзіне шүкір айтып жетеді деп жүргенімде, 45-46 жасымда қатарынан ұл мен қыздың анасы болдым тағы да. Өмірім ертегі сияқты болып кетті. Бұл да бір Алланың құдіреті шығар деп білдім. 30-дан асып тусам да 6 баланың анасы болдым. Бақыттымын. Сабыр түбі сары алтын. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.